Бүгін сіздермен французша ет тағамын дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Мұнда барлығын мен турап дайындап алдым. Ең бірінші ыдысымызды жабыспайтындай етіп майлап аламыз. Ыдысымызға жіңішке етіп туралған картоптарымызды жайып шығамыз. Көз мөлшерімізбен тұз сеуіп шығамыз. Картопымыздың бетін майонезбен жабамыз. Етімізге тұз, бұрыш, біраз су қосамыз. Етімізді тегістеп жайып шығамыз. Сақтап туралған пиязымызды қосамыз. Екінші қабат біз картоптарымызды тағы да осылай жайып шығамыз. Қызанақтарымызды қосамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін біз 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Пісіп дайын болғаннан кейін бетіне ірімшіктерімізді салып, тағы 10 минутқа қоямыз. Міне біздің французша ет тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Тез әрі оңай. Ас болсын.